Так, ендігі бүгінгі темамыз монтажлау. Ең офлайн ұсылда көрсетіп өтемін. Мынау тоқтың басануы. Так, мынау заземление. Земля деп айтады. Земля дейді, масса дейді біреулер. Сол заземлениені мынау фаз деп алайық. Аз 5 вольтпен түсіндірмем, бұл постоянный тоқ. Біз қазір соны фаз деп түсініңді. Тоқтың шығатын кіретін жері өз екеуі болады. Біреуі земля, жаңағы масса, минус болмаса и плюс. Окей. Енді бастануы мынау. Включатель деп қоямыз. Включатель. Так, неге жазайық. Так. Включателіміз автомат деп жазайық. Автомат. Автомат. Так, не үшін автомат деп айтылады? Автоматический выключатель дейді. Автоматический автомат тәрізде замекание болса, не болса, өзі өшіреді. Не? Любой тоқтың алдында қандай да бір не өшіретін болу керек. Мынау мас. Бұдан айтамыз, неге жазайық. Bunu zazimlение дейміз. Заземление. Вот. Заземление. Нажалам берейін автоматпен. Так, соннан басынады тоғымыз. Так, тартамыз. Айтайық. Лампочка. Енді лампочка, екі лампочка, үш лампочка. Кешегідей. Так, мына жерде включательдер бар. Саға 3 шайдың включатель дейік. 3 шайға қосады демаса 3 жерге қойылатын лампочка. Оның үшін не істейміз біз? Енді көп электриклердің нелерін бір айтып өтейін. Стандарт көп нелерде монтажларда мына положениеде тартылады. Мынау заземление. Заземление кетті. Кетті дейміз. Бәрін дақанса кете береді. Бір провод топ. Барлығына бару керек. Енді мына лампочка жану үшін не қылу керек? Қай жерде бір заземлениеге беру керек мысалы. Мына жерге. Қоссақ жанады міне. Заземление. Енді бұны включательмен басқаруымыз керек. Включательмен басқару үшін включательге жалғаймыз. Вот. Енді провод мына жерге жалғаймыз. Через включатель арқылы әкелеміз лампочканы. Автомат қосып қоямыз. Включатель қоссақ жанады. Вот. Екіншісінде сөйтеміз. Бұл кезде тоқты өшіріп қою керек.
Ne? Налабышканам сәл көйтіп жіберейік. Тартып әкелеміз не? Ой. Күлшәтілге жалғанды. Үшіншіден сөйтеміз. Жалғадық. Қостық жанында. Не көріп тұрған болсаңлар, мынау өтіп тұрғанлар тоқ. Тоқтың өтіп тұрған көрдіңдер ме? Мінекей. Автоматты өшірсек, мына жасыл болып тұрған напряжениенің кеп тұруы. Жасыл болып тұрғанлар напряжениенің кеп тұруы. Мінекей қосамыз, кеп тұрыпты. Күлшәтіл қосқаннан кейін тоқ пайда болды. Тоқ дегеніміз мына ағыс. Қандай да бір жерде үзік болса, тоқ жоқ болып қалады. Мына лампочканы үзіп алсақ, тоқтады міне. Любой бір жерде үзік болса, я неде үзік болса, міне істемей қалады. Мынау лампочка істемей қалады. Так, екінші лампочканы көреміз. Үшіншісін көреміз, неге бәрі істеп кетті. Енді розетка. Бұл апуай нәрсе розетка деген. Любой бір екі жерден осы тоқтатылсан қоясың ғой, міне. Мынаның дауамы ол розетка деген. Міне тоқ. Енді тартып жіберейік. Мына екі жерде мына розетка жалғасаңыз болды, істей береді. Мына жағынан кетті дейік, дәлше. Міне. Былай қылсаңыз, мынау прям розетка, мынаның прямой дауамы міне. Просто жалғайсыз қойасыз болған, розетка болады. Мынау күлшәтіл. Не? Қосып өшіп жанып тұрып. Енді бұл дұрыс па, дұрыс емес пе? Светлер жанып тұр, розетка тоқ келіп тұр. Так, мына поток. Енді мына әр лампочканы өшірген сайын азаяды, көрдіңдер ме? Тоқтың неге қанша кетіп жатыр. Көп лампочка жалған сайын көп кетеді, көрдіңдер ме? Расход. Әне. Енді оны әрбір лампочканы қанша жейді, олардан кейіннен көрсетіп өтімен қайтып есептелінеді болады. Енді қазіргі сұрауымыз, мына жалғануы қате ме, дұрыс па? Мысалға қазір көріп отырған электриклер болса, мысалға деп айлайық, енді 220 деп қояйық та, міне 220 вольт. Дұрыс па, қате ме? Мынау қазір қостық. Үшеуде жанып тұр, үшеуде өшіп тұр. Так, әзір менде подпискалар жоқ, нелерім жоқ. Бұл әзір мен енді жаңағы бастап атқан бірінші видео болған соң сұрау алып тастамаймын, мен өзім жауабын айтып өтемін. Мынау қазір істеп тұрыпты, любой үйде солай етіп жалғап беріп кетуі мүмкін. Бірақ бұл қате. Бірақ бұл қате болғанда да жүдә жаман қате. Жүдә жаман қате.
не үшін қарап тұрсаңдар не барлық лампочкаға тоқ келіп тұр, көрдіңдер ме? Жанбай тұрса да любой адам светті өшіріп лампочкаға ұстаса зірілдеп қалады. Себебі барлық неге лампочкаларда тоқ бар, келіп тұрыпты. Негізі қандай болу керек? Негізінде әз көрсетіп өтемін. Мынаған өшірдік. Мынаның орнына заземление бар ғой. Заземление. Соның үшін қалай болып істейді? Мынаға жалғаймыз. Неде жалғайтын жері бар ма? Жалғайтын жері жоқ. Көрінетін қылып, неге бұлай деп қойып алайық алдын. Ал жазып кетесіз болмаса. Так, мынау қараңыз. Тоқ қостың әммесіне келді. Бізге тоқ кемеу керек. Соның үшін не olur? Тоқ қаяқтан келу керек? Тоқ включательден келу керек. Лампочкаға. Мынау прямо нөлге келу керек. Включательді басқа жерге жалайық. Ал жазып кетпейдің қып. Мына включательге кеп тұру керек, тоқ деген. Барлығы да солай істеу керек. Мынаны кітапет жылыстайық. Мынау жалғанатын жерлерді әзір жылыстып қоймасақ. Үзікке жалғанады деп болған. Үзік жоқ жерге жалғанбайды. Программа сондай. Мына точкалар бар ма? Точкаға жалғанады болған. Точкада да үзік болу керек. Мына жерде үзік бар. Көрдіңіз бе? Соның үшін мен жылыстырып адаммын. Так. Қарасаңыз, әзір мінекей барлық включательге тоқ келді. Енді включательді қоссақ қана жағына проводын тартамыз. Жерге міне. Міне. Тоқ. Яна өтті включатель.